Привет! Давайте қош келдің. Көптен күткен менің новый рубрика деп ба? Үйіміздің ішін, яғни рум-тур жасаймыз. Кеттік. Мынау деген біздің холл, веранда деп айтады ғой, енді орысша. Мына жерде менің мамамның гүлдері, сосын мына жерде біздің сушилкамыз тұрады, обычный аяқ киімдер тұрады. И мынау біздің туалетный столик. Пока ешнәрсе жасаған жоқпыз, бірақ мама екеуміздің боянатын, сәнденетін жеріміз. Енді үйге кіреміз, кеттік. Біздің холлымыз, көріп тұрғандарыңыздай, біз ешқандай обой жасаған жоқпыз, тек қана краскамен минимализм форматында ешқандай без лишнего зата жасадық. И самый главный, біріншімен көрсететін, ол біздің потолок. Бізде ешқандай люстра жоқ, тек қана точный лампа арқылы жарықтықты көп жасадық, бірақ без люстры форматында. Ең бірінші бөлмеге кірейік. Мына жақта бізде детский бөлме. Бізде білесіздер, менен кейін екі інім бар, солардың жай ғана ойнайтын, ешқандай затты ашып шығып қозғамайтын, жай ғана детский бөлме. Кеттік, дальше барайық. Мынау біздің бірінші санузел. Бізде екі этаж болғандықтан жоғарыда да санузел бар, және төмендегі. Мына санузел бізде бірінші душевой кабина, как обычно көріп тұрғандарыңыздай, раковина, мынау мен дейсің. Енді мынау біздің унитаз. Осы біздің шағын санузеліміз төмендегі. Кеттік. Келесі комнатқа барамыз. Сіздерге көрсететінім сразу кухня. Ол маманың офисі деп па, кеттік кухняны қараймыз. Та-да! Самый өзімнің күшті көретін комнатам, өзімнің пасты жасайтын жерім деп па. Мынау қазіргі, қалай айтсам болады, басқаша бір форматтағы болып жатырған ақ түсті емес, более деревянный стилінде жасалған кухнямыз. И және де мынау қазіргі неге ыңғайлы болу үшін ешқандай ручкасыз, просто ашылып жабылатын форматында. И еще мына жерде бізде, чтобы баланың қолы жаңағыдай ештеңе ашпас үшін, мына жерге тек қана өзіміз ғана білеміз да, детская психологиядан аша алмайды, сол себепті осындай жасады. И мынаның ішінде самый көптен күткен деп па, біздің посудомоечный машинамыз бар. Әлі де жаңа, біз әлі қондырып, дұрыстап ашып үлгерген жоқпыз, бірақ оның да ішінде машина бар екенін көрсетпес үшін барлығын шкафтың ішіне жауып тастадық. Және де мына жерде бізде маманың самый любимый газовый плитасы үлкен, чтобы қонақ келгенде бытыспайтындай үлкен етіп жасадық. Мына жерде енді жер үй болғандықтан бізде ол жабылмайды, бетіне шкаф қоюға болмайды. Аристон. И мына жерде бізде зеркало, чтобы адамдар бір жаққа шықпатқан кезде или бір-бірін көріп отырсын деп па, в общем, осындай айна жасап қойдық. Бірақ декор ретінде әдемі деп ойлаймын. И бізде осы жаққа ғана біздер, кстати, люстра қондырдық. Себебі енді ас үй болғандықтан, адамның көп уақыт өткізетін жері болғандықтан, более жарық болсын деп біз люстра қондырдық. Келесі комнатты қараймыз. Ол комнат, конечно, біздің зал. Та-да! Енді таза қазақбайский столдан бастап айтайын деп па, жер стол обычный. И көріп тұрғандарыңыздай, мұнда да біз люстра қондырдық, потому что енді зал болғандықтан, люстра жоқ үйде ойламау үшін осындай зал қондырып қойдық. Бірақ мына жақта тоже бізде натяжный потолок и точечный лампа арқылы бізде үлкен жарықтық болады да, ешқандай қонақ келген кезде не жеп отқанын көрінеді деп па. И сразу бізде акцент маманың вкусымен жасалған біздің шторы, заказбен, мама Россиядан ба заказбен кәдімгідей. Енді өзімізге ұнайды, сіздерге де ұнайды деген ойдамыз. И екінші маған ұнайтыны, бұл бізде обой емес, бұл бізде краска, специальный компьютерный графикамен араластырып, өзіміз осындай ақта емес, қоңырда емес, сұрда емес, бір миксованный осындай әдемі түс шығардық. И ешқандай лишний зат қойған жоқпыз, просто ламинат, есік, люстрамен, штормен ғана залды үлкен пространство ретінде қойып қойдық. Мүмкін келесіде бұйырса биік стол қондырамыз деген ойымыз бар. Так вот, оцените наш зал. Кеттік, дальше басқа бөлмені қараймыз. Комнат бітпейді дейсің да, енді тағы бір комнат бар. Бізде как малый зал деп айтамыз ғой, енді сол бөлмеге қош келдіңіздер. Бұл бөлмеде ештеңе жоқ. Біз вообще байқап тұрғанымызда ешқандай мебель алған жоқпыз, потому что мен мамамды да, өзімнің семьямды да минимализмге үйретіп жатырмын. Шаң жинап, қоқыс, шкаф, оның ішінде тыға бермейміз. Просто ештеңе жоқ, көп пространство болған жақсы да, бала еркін жүреді деген сияқты. Бізде смарт ТВ, осы жақында ғана осы жаңа үйге новыйдан алдық. И просто осы жерде ұйықтап, телевизор көріп, жерге төсек салып жататын біздің малый зал. Тоже, кстати, без люстры.
мен сіздерге көрсеткенім бірінші қабат. Бізде әлі де үстімізде екінші қабат бар. Егер де қызық болса, комментарийға жазып кетерсіздер. Сосын мен Құдай қаласа ертең сіздерге екінші частьты, екінші этажды көрсететін боламын. Бір айтып кететін жағдайы, қазір біз мысалы потолокты қайдан жасадық, қайдан алдық белгілеп кетермін, бірақ мына лестницаны біз заказбен Россиядан басқаша бір форматта, басқаша бір ағашпен, бағасы да примерно қымбаттау, қазір жазып кетейін, аузым бармай жатыр деп па, оны да тоже солай заказ берген болатынбыз, дуб несінен, ағашынан, и есіктерді тоже самый біз өзіміз Россиядан, Москвадан заказбен барлығын алдыртқан болатынбыз. Және де алған жерлерімді белгілеп кетермін, и екінші этажды көрсетемін.